Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бүгін мен сіздерге өзімнің көп пайдаланатын тарсия әдісін көрсетемін. Бұл тарсия әдісі оқушыларды топқа бөліп тапсырмалар бергенде өте ыңғайлы. Ол үшін біз Google-ға тарсия онлайн деп жазамыз. Ең бірінші тұрған мына сілтемені басамыз. Осы кезде бізде тарсия макер беті ашылады. Міне, бұл жерде көріп отырғанды тарсия дегеніміз осылай беттестіріп сұрақтарды құрау. Мына жерде 18 сұрақтан тұратын пирамида әдісі тұр. Міне бұл одан азғантай 9 сұрақтан тұратын пирамида әдісі бар, және мынандай фигуралар құрауға болады. Бұл 11 сұрақтан және 30 сұрақтан. Мен сіздерге аздау түрін көрсетейін. Ол үшін бірінші жағына сұрағын жазамыз, екінші жағына жауабын жазамыз. Мен мысалы есеппен көрсете берейін. Тезірек жазып, сіздер мына жерге сұрақ қойып жазуға болады. Яғни бірінші бетіне сұрағын жазасыздар, екінші бетіне жауабын жазасыздар. Бірнешеуін ғана көрсетейін. Осылай сұрақты жауапты жазып кете бересіздер. Болғаннан кейін мына жерге сұрағы түседі, жауабы түседі, сұрағы, жауабы осылай түседі. Яғни осыны басқаша фигурада да бірден шығарып алуыңызға болады. Ол үшін егер мынандай шығарамыз десеңіздер, бірнеше сұрақты 30 сұраққа дейін қосасыздар. Жасап болғаннан кейін, барлығын 9 сұрақ жасап болғаннан кейін PDF форматында жүктеп аламыз. PDF форматында жүктеп болғаннан кейін оны ашасыздар. Бірінші бетінде сізде қалай шығу керек екені көрсетіліп тұрады, ал қалған бетіндегілерді біз қағазға шығарып, оны қиып алып, оқушыларға береміз. Оқушылар мына суреттегідей құрап шығу керек. Мен бұл жұмысты өте жиі қолданамын. Қазір осы өзімнің қолданған жұмыстарыммен де көрсетіп кетемін. Егер әдіс ұнаса, лайк басып, каналыма жазылып алыңыздар. Тағы да әдістерді көрсететін боламын.